Сонымен біз Python бағдарламасында код жазуға дайынбыз. Ол үшін мен біріншіден мына терезені жасырып өзіме ыңғайлап алайын. Ең алғашқы функция біз қолданатын ол print деп аталады. Print дегеніміз экранға басып шығару дегенді білдіреді. Print сөзінен кейін міндетті түрде біз жақшаны қолдануымыз керек. Жақшаны ашып жабуымыз керек. Осы жақшаның ортасына қандай мәлімет жазатын болсақ, бұл print функциясы сол мәліметті экранға басып шығаруға тырысады. Егер текстік мәліметті экранға басып шығарғыңыз келсе, тырнақшаны міндетті түрде қолдануымыз керек. Яғни тырнақша ашылу керек, тырнақша жабылу керек. Осы тырнақшаның ортасына кез келген мәліметті жаза аласыздар. Бұл алғашқы программа болғандықтан өз аты жөнімізді экранға шығарып көрейік. Менің аты жөнім Аким Аңсар. Енді осы кодты жүргізіп нәтижесін көре алу үшін біз run батырмасын қолдануымыз керек. Run батырмасы оң жақта орналасқан мынау жасыл батырма. Болмаса run меню арқылы орындауға болады. Болмаса shift F10 батырмаларының комбинациясы арқылы осы кодтың нәтижесін көре алуға болады. Сонымен мына батырманы басайын. Ол кезде біз осы main біздің файл, яғни менің файлымды ашып отқанымызға көз жеткізіп кетуге болады. Run батырмасын басайын және нәтижесі мынау run терезесіне шығады. Көріп тұрғандарыңызда print функциясы мынау тырнақшалардың ортасына орналасқан мәліметті, яғни менің аты жөнімді экранға басып шығара алды. Сонымен қатар бұл жерде ескерте кететін жағдай мынау текстік мәліметті print функциясы жалғыз тырнақшаларының орнына қос тырнақшаны қолданып шығарып бере алады. Егер бұл программаны жүргізетін болсақ, тура сондай нәтиже шығады, бірақ бұл жерде бізде есімізде болу керек зат, ол қос тырнақшамен ашылған мәлімет қос тырнақшамен жабылу керек. Жалғыз тырнақшамен ашылған мәлімет міндетті түрде жалғыз тырнақшамен жабылу керек. Енді келесі жолға тағы да print функциясын жазып, қос тырнақшаларды ашып және жауып, қазақ сөзін экранға шығарып көрейік. Егер run батырмасын басатын болсақ, көріп тұрғандарыңыздай бірінші жазылған код бірінші нәтиже береді, яғни аты жөнім бірінші шықты, одан кейінгі жолда қазақ сөзі шықты.